Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен бүгін ағылшын тілін қалай үйренеміз сол тақырып туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы ағылшын тілін үйрену оңай ма деген сұрақ бар. Салыстырмалы түрде басқа тілдермен, мен басқа тілді үйреніп көрген жоқпын. Жалпы орыс тілімен салыстырғанда әлдеқайда оңай, және сөйлеп кету де оңай. Және де именно несі оңай десек, жалпы сөйлем құрау жолдары, грамматикасы бәрі жеңіл. Бірақ тоже ол сізге кім үйретті? Қалай үйретті? Қиын деп үйретті ме, әлде оңай деп үйретті ме? Соған байланысты. Мысалы, менің апайым маған прям онша қатты қиын емес, мына жаттығуды істесең үйреніп кетесің деген сияқты бір мотивация беріп отырып, және де именно ағылшын тілін білсең, сенде осындай жетістіктер болады деген сияқты бір қанатты сөздермен мотивацияға толтырып үйреткен болатын. Сол үшін маған ағылшын тілі өте бір жеңіл тіл сияқты болып көрінді. Әрине, ол үшін де мен аз еңбек еткен жоқпын. Біріншіден, яғни ең бірінші қағида ол өзіңізге ұнайтын мұғалімді табу. Яғни кез келген просто былай ала салып бара салмаңыздар. Себебі менде басында сондай қателіктер болды. Менің ең алғашқы мұғалімім мені басқалармен салыстырып, менен жасы кіші оқушылармен салыстырып бір кеткен сияқты болған болатын. Маған ол қатты ұнаған жоқ. Уже мотивациям сөнді. Өз бетімше оқыдым мен. Өз бетімше оқыған кезде де менде бір айтарлықтай бір прогресс болмады. Қызық болды әрине, бірақ мен бір орында тұрып қалдым просто. Не әрі қозғалған жоқпын, не бері қозғалған жоқпын да. Не өскен жоқпын, бірақ өштім десем болады жаймен. Соны байқаған енді мамам мені жазда 3 айлық курс, 3 айлық каникулымда 3 айлық курсқа тіркеген болатын. Сонда біз апайымызбен бірге барлығын жаңағыдай 0 бастап, Галицинский деген кітап бар. Сол Галицинский кітабын алып оқыңыздар, міндетті түрде соның ішіне жаттығуларды алыңыздар. Және де сол жаттығулардың барлығын жасап шықсаңыздар, сіздер ағылшыннан мынадай болып шығасыздар деп айта аламын. Себебі мен өзім өте көптеген, енді барлығын демей ақ қояйын, бірақ 70%-індей примерно істедім. Ағылшын тілім нормально өсті. Енді мен сіздерге айтар едім, ағылшын тілін шақтардан бастап оқыңыздар деп. Present simple, past simple, future simple деген сияқты да. Одан кейін 12 шақты, ең негізгі 12 шақты біліп алыңыздар. Одан кейін жаймен articles, nouns, subjects, сандар, барлығын прям поэтапно үйрене беріңіздер. Сол кезде оңай болады. Неге именно бірінші шақтарды оқыңыздар деп айтып жатсыз десеңіз, шақтармен сіз уже сөйлеуді білесіз, өткен шақта сөйлеуді білесіз, ол келер шақта, осы шақта, нағыз шақта сөйлеуді білесіз деген сияқты. Яғни сөйлем құрауда қатты қиындықтар болмайды. Енді менің өзім оқыған методикам солай. Және де әрине өмірді қиындатпай, ағылшынды қиындатпай, сабақты қиындатпай, сіз сол үйренген тақырыбыңыз бойынша сөйлей бастаңыз. Сөйлеу қорқынышы барлығымызда бар. Тіпті даже қазақ ана тілімізде сөйлеуде кейде ұялып жатамыз, көпшілікте деген сияқты да. Ал өзге тілде вообще сөйлеу қалай болады деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Мен айтар едім, тисе терек, тимесе бұтаққа деп сөйлей беріңіз. Ол кешірімді, себебі сіз жаңадан үйреніп жатсыз да. Мысалы, мен ең басында Гаухар деген досыммен қатысқан болатын кластасыммен. Ол да ісін ойлай бастады, мен де ісін ойлай бастадым. Екеуміз сабаққа бара жатқанда, келе жатқанда күн ыстықта 45 градуста ағылшын тілінде сөйлесіп келетінбіз да. Маған прям қалай айтсам болады, екеуміз бір-бірімізді түсінбесек те сөйлей беретінбіз. Үйде де мен жүрген кезде де жаңағыдай өтілген тақырыпқа сөйлемдерді ойша құрап, типа, мама не істеп жатсың, Назерке не істеп жатсың, Назерке сенде қандай план бар, ертең Назерке осылай істейді, ертең осылай істейді, кеше осылай істеді, бүгін осылай істеп жатыр, дәл қазір осылай істегелі жатыр деген сияқты бір сөздерді ойша сразу ағылшын тіліне аудара бастадым. Жақсы нәтиже болды. Яғни мен миыңызға ағылшын тілін қаншалықты жиі қондыра бересіз, соншалықты сізде жаңағыдай ағылшынша сөйлеу деген ондай қатты қиын болып көрінбейді. Осы екі методиканы ғана айта аламын сіздерге. Одан әрі бір ойдан құрастырып, қиындатып көрсеткім келмейді ағылшын тілін соншалықты. Және де үшіншіден сөйлем, жалпы сөз жаттау мәселесіне келетін болсақ, көбісі менде инстаграмнан сұрап жатады. Инстаграм айтпақшы тіркеліп қойыңыздар, Назерке _Аманқос деп жазсаңыздар.
инстаграмда шығамын. Сол жерде жалпы инстаграмда көбісі менен сөз жаттықтыру сұрап жатады. Мен көбісіне айтар едім, сөйлемге жаңа сөзді кіргізу арқылы, кірістіру арқылы сіз оңайырақ жаттайсыз деп. Реально маған қатты көмектесті. Мысалы бір тақырыпқа береді менің апайым, жаңағыдай больница туралы тақырыптар болады болса, сол больницаға байланысты сөйлем құрады. Сол сөздерге байланысты бір-бірден сөйлем құраймыз. И общий тағы жаттау үшін, мида одан әрі дамыту үшін, сол ұзақ мерзімде қалу үшін біз сол сөйлемдерді алып, немесе басқа сөйлемдер құрастырып, бірақ именно сол сөздер бар сөйлемдерді құрастырып, бір мәтін құрайтынбыз логикалық тізіммен, да, бір-бірімен байланыс бар. Вот сол методты қолданып көріңіздер. Әрине ми шаршауы мүмкін басында, бірақ үйренісіп кетсеңіздер, өте жақсы нәтижеге жетесіздер. Осымен жалпы ағылшын тілін үйренудегі методикаларым, 3 үлкен методикам айтып біттім. Бұл жалпы методиканы мен өзім оқушыларыма қолданамын, және де өте жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Нәтиже көрсетпегендер де бар, мен оны жасамаймын, бірақ олар тұрақты жаттығу орындамағандар деп айтамын. Себебі реально жаттығу орындамаса ешқандай нәтиже көрмейді. Сол үшін де мұғалімдеріңіз айтқан барлық тапсырманы уақытылы орындап жүріңіздер. Мұғалімге зависимый болмай, мұғалім мені дамытады деп бір қалай фея таяқшасы сияқты, сиқырлы таяқшаны күтіп өйтіп отқаннан ешқандай нәтиже болмайды. Мысалы менің мұғалімім прям сөйлеуімді қатты қадағалаған жоқ, бірақ менде өзімде желание болып сөйлегім келеді ағылшынша, басқа класстастарым сияқты жаңағыдай сөйлегім келеді деп тырмысып жаңағыдай намысқа бермей кәдімгідей сөйтіп дамытқан болатынмын. Сол үшін де біреуді күтіп отқанша өзіңізді, біреу менің ағылшынымды келіп дамытып келеді дегенше өзіңізді дамытыңыз. Барлығына сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.